Қайырлы күн достар, бүгін түрік халқының ерекше тағамы пидені әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Бұл тағам пиццаға ұқсас, бірақ өзінің салмасымен, дәмімен ерекшеленеді. Өте дәмді тағам, маған өте қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ұнымызға сұйық майды және сары майды құямыз. Оның үстінен тұзды саламыз және қантты саламыз. Ашытқы қосып, су қосып, қамырын жұмсақ етіп илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Бізге қажетті өнімдер қызанақ, пияз, болгар бұрышы және тартылған ет қажет болады. Осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етті салып, оның үстіне пиязды салып, қуырып аламыз. Екі минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Енді болгар бұрышын ұзынша етіп, өте жіңішке ұсақ бөліктерге бөліп тураймыз. Қызанақты да ұсақ бөліктерге бөліп тураймыз. Енді салманы еттің үстіне саламыз. Ас көп қосамыз, араластырып аламыз және дәміне қарай тұз, қара бұрышты қосамыз. Басқа да дәмдеуіштерді пайдалансаңыздар болады. Араластырып болған соң 5-6 минутқа бұқтырып қоямыз. Салмамыз дайын болды, енді оттың астын өшіреміз. Енді қамырымызды алып, 3 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Яғни бізде 3 пиде дайын болады. Осындай сопақша етіп жайып аламыз және осындай формаға келтіреміз. Шетін әдемілеп қайырып шығамыз қамырдың. Енді формамызға салып, салмамызды салып шығамыз. Форманың астын міндетті түрде майлап алыңыздар, немесе пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Шеткі бөліктеріне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қалған екі қамырымызға да салманы салып шығамыз. Салманы сумен қосып сала беріңіздер, өте дәмді болып шығады. «220 градустағы қызып тұрған пешке 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Пештен алған соң бетіне ірімшікті салып шығамыз. 1-2 минут ұстаймыз пеште. Ірімшігіміз еріп шығуы қажет, одан артық ұстамаймыз, күйіп кетеді.
Міне достар, дайын болды бізде пидеміз. Өте дәмді, қамыры жұмсақ, салмасы өте дәмді шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.